әрине әрбір шетелде тұратын қазақта болатын, ешкімге айтпайтын, бәрінен жасыратын, бірақ та бәрі сезінетін сезімдердің бірі ол сағыныш сезімі. Біреу отанын сағынады, біреу отбасысын сағынады, біреу тамақ сағынады деген секілді. Ал мен бәрін сағынып жүрмін. Бізде разница 4 сағат қой. Үйдегілердің бәрі ұйықтап қалған кезде өзім үйде жатамын да кешке таман фотоларымды алып қарап жатам. Анда-санда көңілім босап кетеді. Андай момент болады, когда үйдегілермен видеозвонокпен сөйлесесің ғой. Хотя видеозвонок бар, соған да шүкірлеу керек негізі. Сол видеозвонокпен сөйлесіп болғаннан кейін видеозвонокты өшіресің де, өшіргеннен кейін тоже көңілім босап кететін кездер болады. Короче, ондай сезімді жалпы бәрі сезінеді. Просто каждый ол туралы айта бермейді, оны каждый адам өз бетімен жалғыз өз үйінде сол осы сезімдердің барлығын сезінеді. Келесі күні өзінің маскасын киіп алып жүре береді. Шыдамайтындар қайтып кетеді әрине. Но шыдап жүрміз ғой біз.